Саламатсыздар ма достар? Қалдарыңыз жақсы ма? Бүгін мен сендерге түпкі сана туралы кішкене бір мағлұмат бергім келеді. Жалпы түпкі сананы әркім әртүрлі түсінеді. Негізінде Википедия бойынша және ғылыми тұрғыда түпкі сана деген не нәрсе? Орысша айтқанда подсознание деген бар, бессознательное деген бар, сосын сознательное деген нәрсе бар. Бұны тұңғыш рет ең алғашқы Зигмунд Фрейд, еврей австралиялық атамыздың өзі тауып ашқан еді. Соған байланысты медицинадан бастады, психологиядан бастады, философиядан бастады. Көптеген салаларға бұл кісінің келтірген үлесі, пайдасы өте зор. Сол осы кісінің арқасында көптеген психология дамыды, психотерапия дамыды, психиатрия дамыды. Қазіргі таңда мұны өздеріңіз көріп отырғандай, қазір психология бізге осы барлық елге адамдарға өте ауадай қажет. Өздеріңіз біліп отырсыңдар да. Енді керемет мықты психолог болып кетпегеннің өзінде де көптеген адамдар сауатты болу керек. Психологиялық, яғни өздеріне керекті жағдайларды жасап, яғни өздерінің жандарына көмектесе алатын жағдайда болу керек. Кез келген адам сауатты болу керек бұл тақырыпта. Қазіргі айтайын деп тұрған сендерге түпкі сана туралы сендерге керемет ақпарат бергім келіп отыр. Түпкі сана дегенімізді былай өздеріңіз көз алдыңызда елестетсеңіз болады. Үлкен бір кен коттедж сияқты, зәулім үй сияқты бір үй, үлкен түпкі сана деген. Міне, бұл біздің яғни сананың астындағы сана деген, яғни біз өздеріңіз білесіз сана деген. Ол ақпараттарды есту арқылы сүзу, бақылау, анализдеу, қорытындылау деген сияқты да. Кез келген жерде біз өзімізді әртүрлі ұстаймыз. Көптеген жаңағыдай жиындарға барған кезде не болса соны айта салмаймыз. Өте мәдениетті тәртіпті ұстаймыз. Қоғамымызға сай оның бәрін бізді контролировать етуге және мүмкіндік беріп тұрған сана. Келсесіздер ғой. Олай болса, мына көптеген адамдар ішімдік ішкен кезде саналарын істейді, жабылып қалады, ұйықтап қалады сана. Контроль жоқ. Сондықтан ішіп алған адам аузына келгенде айтады, боқтық сөзде айтады, қырады, ұрады, тиіседі, түрлі төбелеспен аяқталады. Себебі сана жоқ уже, контроль жоқ. Осы кезде олай сана уланады, яғни спирттік жаңағыдай сусындармен. Одан кейін адам өзінің контролін жоғалта бастайды. Енді мен сендерге сана туралы айтпаймын, түпкі сана туралы айтамын, яғни сананың астыңғы қабатында жатқан түпкі сана. Бұлай айтқанда подсознание. Енді осы подсознание үй ғой, ол қараңғы үй, көз алдына елестетсеңіз, біз оның ішінде не бар, не жоқ көре алмаймыз. Рас қой. Осы үйдің ішінде көзге көрінбейтін нәрселер жүріп қараңғы болғандықтан біз көрмейміз. Сондықтан дүрс-дүрс еткен дыбыстар, жүрегіміз дұрс-дұрс етіп соғып кеткен кезде, ойбай, не мына нәрсеге алаңдап жатырмын дейміз. Или болмаса жаңағындай бір қуаныш сезген кезде түсінбейміз, әлі қуаныш жоқ, бірақ жүрегіміз бір жақсы хабар болатын сияқты, бір жақсы жаңалық болатын сияқты, бір жүрегімізде қуаныш болады. Біз оны санамызбен, түпкі санамызда болып жатқан нәрсені санамызбен жобалаймыз, саралаймыз, солай сүземіз. Соған біз өзіміз қазақ өзі ырымшыл халықпыз. Жақсылыққа жоримыз, өзіміз сондай халықпыз өте. Енді сол түпкі сананың ішінде психика деген нәрсе болады. Сол үйдің иесі психика деген нәрсе болады. Сол психика көзі жаңағыдай жоқ ол психиканы. Яғни біз оны көре алмаймыз. Ұстап көре алмаймыз. Ғылымдар көп зерттеген ғой, мысалға да. Оны ұстап көре алмаймыз. Ол қай жерде, қатты ма, жұмсақ па, қандай тәрізді біз білмейміз. Сондықтан көптеген адамдар жоқ нәрсеге сенбейді де, бар нәрсеге сенеді. Бірақ Алла ұлық. Солай ғой, да? Сондықтан көптеген мойындағымыз келмеген нәрселердің өздерін Алла өзін мойындатқызады. Мысалға, мынандай документальный фильмдерді қарайтын болсаңыздар, қаншама врачтар, хирургтер, тоже бір документальный фильмде, ол ғалымдардың өздері бар нәрсеге сүйенеді, доказательствоға, ұстап шығуға, одан бір қорытынды жасауға да. Сонда бір хирург
жаңағыдай тылсым дүниенің барына сенбейді ешқашан. Себебі ол ісіп тұрған нәрселерді көреді, ол көзімен қалай денеде ісіп тұрған артық нәрсені кеседі, жояды, болды, алып тастадым дейді. Соны өзі айтады, 30 жыл бойы мен мойындаған жоқпын дейді, тылсым күштің бар екеніне дейді. Өзім комда операция жатқан кезде ғана мен тылсым дүниені көре бастадым дейді. Содан кейін бар ол мойындайды. Бұны не үшін айтып отырмын? Себебі Алла ұлық. Біз қаншама нәрсені мойындағымыз келмесе де, Алла бізді мойындатқызады. Сондықтан көбінесе асылдық сөйлеме деп айтады ғой, иә. Ой, жетістіктен екенсің, менде олай болмайды деп ешқашан айтуға болмайды. Біздің болашағымызда не күтіпті, не тұрғанын біз білмейміз. Асылдық сөйлеуге болмайды деген осы жерде жатыр мағынасы да. Біреуге тілін тығып сөйлеп, біреуді кемсітіп сөйлеп болмайды. Біз бәріміз өз ниетімізден табамыз да, бар болғаны. Енді бұл жерде мен сендерді тәрбиелейін деп жатқан жоқпын. Алла сақтасын. Әркім өзін қаласа өзін тәрбиесі келмесе, ол өзінің өмірі. Мен біреудің өмірін тәрбиелеуге біреу жөнінде ешқандай құқығым жоқ. Ол туралы постоянно жиі айтамын. Ол адам осылай өмір сүрген ұнайтын болса, пожалуйста, осылай бақытты болса, пожалуйста, да, мен ол адамды өзгертіп бірдеме істемеймін. Олай болса, қазір сол манағы түпкі сана деп жатырмын ғой. Сол түпкі сананың ішінде психика болады. Біздер көбінесе осы түпкі санадағы программаны дұрыс жори алмаймыз. Себебі сана көрмейді, түпкі сананы көрмейді. Мана айттық қой, психика көзге көрінбейді, ол дүрсілдетіп жүгіру мүмкін, бірдеме істеу мүмкін. Сол кезде жүрегіміз дүрсілдеп бастайды. Бірдемені жылылықты сезіп бастайды. Бірақ ол қайда неден келіп жатыр, сана түсінбейді. Сана көп адамдардың көбісі мына сана ғана ереді, ал сана әртүрлі болжау мүмкін. Сондықтан адамдар не істеу мүмкін, қателесуі де мүмкін. Енді мен сендерге бұны мыжып айтатын болсам, бұл сендерге түсініксіз болады. Мен қазір сендерге шынайы бір мысал ретінде айтайын. Мысалы, менің қасымда тренингтер өтіп жүрген қыз болады. Тренингтер өтіп жүр, жақсы өзгерістер болып жатыр. Тренингтер өтіп жатырған кезде арасында күш беру үшін, мотивация беру үшін қолдап қоям. Өсіп жетіліп жатырғанын көріп, маған мақтанып айтқан кезде жарайсың деген сияқты мақтаулар айтып қоям. Ол күннен күнге шынымен мен осындай болып жатырмын деген сияқты жыл сөздерді ести берген сайын не істеп бастады? Жаны рахаттанып, жақсы болып бастады. Ол кісі айтады, сіздің қасыңызда мен өзімді бір безопасно дейді ғой, қорғаныста отырғандай күшті сезінемін дейді. Былай қарап тұрған кезде. И бұл келіншек мысалға қарап тұрсақ, енді мен 38-ден ба, ол 48-де. Былай қарап менен үлкен адамда. Бойы да ұзын, ірі, әрі салмақты, былай қарап тұрған. Кейде ойын қалжың ретінде маған айтады, сіз кейде мен мамам сияқтысың дейді. Бұл сөз просто так айтылмайды. Демек, оның түпкі санасы менен мамасы сияқты жылулықтардың бәрін көретін болып тұр. Ол кісінің мамасы жоқ, бақи өтіп кеткен бұл өмірде. Сондықтан ерте есеп өмірдің тауқыметтерін өзі көріп, әйтеуір осы күйбің тірліктерді әйтеуір өзі атқарып, балаларды өткізіп, алға тыраштан өмір сүріп жүрген әйел. Біз әр сөздің астына көбінесе мағына мән бермейміз, көбінесе. Мынандай сөздер бар ғой, қанымды қарайттың дейді. Бұлай қарап тұрған кезде адам жүгіріп барып, оның қанын кесіп, қап-қаралай ештеңе жоқ. Бұл метафоралық айтылатын сөз болғанымен, шынымен бұл сөздің астына мағынасы бар. Жан дүниесі бойынша қаны қарайғандай сезімде болып жатыр. Демек, түпкі сана не істеп жатыр? Программа өз ісін жасап жатыр. Түпкі санада бір блок болып жатыр. Сосын айтады, сен осы тыныш отыр, мен жүрегімді айнытпай дейді. Ол адам ана айтып жатқан ішімде құсы отырмайды ғой. Бұл просто метафоралық сөздер. Осы сөздердің астарына біз көп мән бермейміз. Бұл сөздердің бар астарында терең мағыналар жатыр. Сосын мынандай көздер бар. Сен менің көзіме күйік болма дейді. Көзіме күйік болма. Мынандай сөздер. Адам көзіне күйік бол, көрген сайын былай шынымен буквально дейді ғой, бір дәл айтылған сөз сияқты көзі күйік болып жатыр ма? Жоқ, ол жан сезіну бойынша солай болып жатыр. Сондықтан біздер көбінесе психика дәл осы жағдайда болып жатыр екен. Біздер оған мән бермейміз. Көбісі психика не екенін білмейді. Түпкі сана дейді. Сол айтайын деп жатқан нәрсем, бұл келіншек деген бара-бара деген өзіне сенімсіз болған келіншек бара-бара өзіне сенімді болып бастады. Яғни бұл жерде гештальт терапия болады. Гештальт терапияда
бала кезіміздегі завершать етілмеген, бітпеген, анамызға дәлелдейміз деп өтіп кеткен өміріміз, жақсы бала, жақсы қыз дейтінімізді дәлелдеп, жақсы мақтаулар еститін болмай қалып, біз автоматты түрде оны отбасымызды құрғанда күйеуімізге, енемізге дәл осы жақсы болу программасын әлі жақсы жасап жатырмыз. Но түпкі саналы тұрғыда біз не күтпей жатырмыз? Жылулық, поддержка күтпей жатырмыз. Бала кезімізден жақсы қыз, жақсы бала болып өстік. Жылу сөздерді естігіміз келіп. Біз оны ала алмадық әке-шешемізден. Бітпеді, завершать етпеді. Психологияда гештальт терапияда бітпейді. Яғни менің қалаған нәрсем бітпейді. Және мынандай қырсық балалар болады көбінесе. Ата-анасы, например, былай істе, анау қырсыға береді, енді қырсық бала өседі, әке-шешесі бұл өмірде жоқ, бірақ кезге адам қырсыға береді. Неге? Себебі ата-анасына ерегесуі бітпеген, завершать етілмеген. Сондықтан ол кез келген адамға бастайды да, ол аяқтаусыз қала береді. Сол жаңағы айтайын деп отырғаным 48-дегі әйел, яғни маған, сіздің қасында өзімді безопасно сезінемін, сіз мен мамам сияқтысыз деген сөз просто так емес. Демек, ол өзін бақи болып кеткен мамасының жанында жүрген сияқты манағы түпкі санасы солай сезіп тұр. Яғни түпкі сананың ішінде жаңа психика болады дедім ғой. Психикада бір мынандай ойылған бір проблема болды. Біз психиканы көрмейміз ғой, сондықтан ол ойылған проблема неден болғанын білмейміз. Түпкі сана солай жориды, түсінбейді. Сосын күндердің күнде жақсы болып жүреді да, біздің психологияда проекция деген нәрсе. Проекция деген жаңағы бітпеген гештальтты өзге адамға шығару. Күндердің күнінде менен үлкен жаңағыдай басқа бір үлкен жұмыстар сұрай бастады. Мен ол жұмыстарды бере алмаймын. Мен айттым, оған мен саған бере алмаймын деп. Сол кезде мен бере алмаймын деп айтқан кезде, неге сен бере алмайсың, сен маған беруге тиіссің деген сияқты, маған бар ашумен, бар ызамен маған қатты айқайлап қалды. Сол кезде көп адам осы жерде ұрсады. Сен не деп айтып тұрсың, неге маған ашуланасың, сен де маған қандай ауыр сөз айтуға қандай хақың бар деген сияқты. Көрдіңіздер ғой, бұл жолда мен бұл кезде мен ешқандай айтып естіген жоқпын, ұрысқан жоқпын. Мен салмақты тұра бердім. Енді сонда айқайлап болғаннан кейін маған айтты, жаңағыдай сен, то есть мен онымен бірге ұрысқа түспей тұрғаныма одан сайын ашуланды. Сен мені сөйлеп тұрған сөзімді тыңдап тұрған жоқсың, сен оны қыстырып тұрған жоқсың бір жеріне, соның сөзге мән беріп тұрған жоқсың деген сияқты одан сайын ызаланды. Енді сонда әңгімелердің бәрі басқа әңгімелерді айтып кетті. Сонда өзінің ұрыс неден басталды, не үшін маған ұрысып тұрған өзі ұмытып кетті. Осындай жағдайлар бола ма? Мысалға, өзінің ұрысып тұрған өзі ұмытып кетті. Бір нәрсемен ұрыс бастайды да, соны басқа яққа. Неліктен? Себебі психикада бітпей қалған гештальт бар. Понимаете, да? Сол больді, сол ала алмағанды түпкі саналы тұрғы. Соны алу керек. Сондықтан бұны не үшін айтып жатырмын? Түпкі санадағы барлық болып жатқан, сезіп жатқан нәрселерді біз где-то 60-70% шамамен ғана болжаймыз. 100% адам біле алмайды. Психиканы ешкім көре алмайды. Психиканы көретін болса, онда психология институты баяғыда жабылып, оқыту процестері, жаңағыдай мамандарды шығару баяғыда тоқтайды. Керек емес ол. Ешқандай жаңағыдай босқа оларды оқыты, босқа ақша шығарып, керек емес. Бұл растрата, жаңағыдай құр ақшаны босқа шығарып, шығындандыру процесі. Ешқандай ол халыққа пайда әкелмейді, және оны ешқандай қоғамға пайдасы жоқ, бәрі өзін көре алады. Сол сияқты, мысалға, медицина институтында жауып тастамайды, әркім өзіне керек кезде укол салып, система салып, өзін диагноз қойып емдей алады. Врачтарды оқыту қажет емес демейді. То есть мамандар керек. Не үшін керек? Себебі психиканы біз кезге уақытты көре бере алмаймыз. Енді өзіміздің қай жерде кетіп қалған қателіктерімізді уақытымен біз түсінеміз, көреміз. Біз оған біраз жылдар, уақыттар керек түсіну үшін, мынандай пазлдар бірімен бірі жиналу үшін, біраз картина болу үшін. Мына ситуация неден болды, түсінбейміз, мына ситуация неден болды, одан кейін 5 жылдан мынандай бір пазлдар құрастырылып, сол кезде толық картина жиналған кезде деп көреміз. Бірақ соның арасында да адам 10-15 жылын не істейді, өткізіп алады түсіну үшін.
Ал кейбіреулері 15 жыл мен үшін аса қымбат, соны түсінуге 15 жыл өткіземін ба, барып мен маманға барып тез түсініп алайын да өмірімнің сапасын жақсартып алайын дейтіндер де бар да. Енді ол әркімнің өзінің енді қалау процесіне байланысты. Сондықтан мына біздің түпкі санамызда проекция деген нәрсе болады. Жаңағы 48-де әйел маған түрлі анасына айта алмай қалған да, ішіндегі жаңағы түпкі сана паш етіп оянды да. Бұл деген сен саған мән бермей тұр, ол сенің сөзіңді тыңдамай тұр, ол сен немқұрайлы қарап жүр, сонда сен босына істеп тұрсың ба деген сияқты психика ояна бастады. Ал осы келіп жатқан ақпараттардың бәрі, түпкі санадан келіп жатқан ақпаратты сана, мана бесін айтып кеттім, неліктен келіп жатыр ойлай алмайды. Біз айттық қой да, неліктен біз түсіне алмаймыз, өзіміздің санамызға салып саралайды. Мынау ғой да, мен түсінбей жатырмын, мынау ғой да, мен енді ренжіп жатырмын, мынауға мен түсінсең да деген сияқты сана айтады, ұрыс айт дейді. И барады да, түпкі сана ұрыс айт деген программа келеді. Көрдіңіз ғой, түпкі сана ұрыс. Сол тұрады да, барады да, жаңағы ішіндегі бар өкпесін, бар ызасын барады да, былш етіп барып не істейді? Адамдар бір-біріне айтады. Сол жағдайда маған осы әйел маған осындай сөздер айтты. Бірақ менің бұның неден болып отырған түсініп отыр, бірақ өздерің білесіз ба, ашулы адам ешкім тыңдамайды ғой. Мен түсіндіріп айтайын дедім, сабырға келдім, түсінген жоқ. Шық дедім, сосын. Шық кет дедім. Кетті. Ровно 2 жыл өтті. 2 жыл өткеннен кейін есігімді қайтып келіп отыр. 2 жылдан кейін. Қай бетпен келіп отыр, келіп отыр. Енді жаңағы өзінің бойында ар мазалаған ғой адамды, ұйқысы кетіп, тынышталмайды. 2 жылдан келіп отыр. Сонда айтып отыр, кешіріңізші дейді, маған айтады. Мен көп ойладым, сіз мені ренжіттіңіз, сіз мені ашуландырдыңыз деп ойладым дейді. Көрдіңіз, өзінің түпкі санасында программаларды айтып отырған жаңа дауыстар дұрыс саналап дұрыс қайдан келетінін түсінбейміз. Осы деп ойлаймыз, біз предполагать етеміз мына санамызбен. Да, сана, потому что көрмейді ғой ол түпкі сананы, психиканы. Сондықтан ол мен деп ойлады. Ол айтады, менің бала кезімде анама айта алмай кеткен нәрселерім болды. Анам сияқты сіз жылылық беріңіз, мен түпкі санам сізді анам сияқты қабылдады. Сондықтан мен түпкі санам, анаң қасында ғой, давай завершать ет дегенде болды. Сондықтан ол маған түрлі сигналдар берді, потому что түпкі психиканың көзі жоқ қой, мен ішімде Айгүлмін ба, әлде бұл анасымын ба, Маржан деген. Білмейді ғой, түпкі сана мен ішімде көз жоқ қой, көріп отырған жоқ қой. Сондықтан маған бұл сен анаң қасында отырма, сен анаңды сезіп отырсың ба деді да, айт деді. И барды да ол маған аузына келген бәрін айтып тастады. И 2 жылдан келгеннен кейін маған бәрін түсіндіріп отыр. Кешіріңіз дейді. Мен балалық кезіндегі бітіре алмаған гештальтымды аяқтадым, бірақ ұят болды, сізге шығарбай аяқтадым деп сөйдеді. Осы күнге дейін адамдармен не үшін менде конфликт жағдайы болатын себебін де түсіндім дейді. Сізге басында келдім ғой дейді, конфликт жағдайы болатын менде адамдардың, сіз маған адамдармен конфликт жағдайға түспеу үшін не істеу керектігін бәрін түсіндірдіңіз дейді. Оказывается, бүйтіп өту сатысы процесінің кезінде, мен дами түскен кезімде дейді, адам тазарып жақсы болған сайын бойында жағымсыз қасиеттер, риск оянады ғой, мен де тазалашы деген сияқты осы остаток қалып қойған екен менің бойымда деп сөйтеді. Сондықтан сізге байқамай мен айтып тастадым, бірақ кейін менің өміріме дейді күшті болып кетті дейді, сізден кеткеннен кейін вообще, бірақ ұйқыма тыныштық бермеді, қайта деді. Жаңағы нет, қайта әр жетіскен жетістіктерім сайын сіз көз алдында тұра бердіңіз деп сөйледі. Сонда барып мен түсіне бастадым, осы барлық жетістіктеріме, армандарыма жетуіме бұрын сондай 50 мың, 60 мың жалақыда жүретін едім, қазір 500 мың айлық алатын жалақыға да сіздің арқаңызда түстім, сіздің еңбегіңіздің арқасында сізге рахмет айту үшін келдім және кешірім сұрау үшін келдім деп басын иіп сүмірейіп келіп отыр. Көрдіңіздер ғой. Ал сендер түпкі саналарыңызды қалай болжайсыңдар? Өз саналарыңызға салып тұрып болжайсыңдар ма? Әлде қателесіп қалудан қорқып маманға келіп, соның маман сол психиканың тілін біледі, сол тілімен оқиды ол. Да, оның тілі не айтқысы келіп тұр, соны шығарады.
және соны дұрыс аяқтауға сендерге көмектеседі деп айтқым келеді. Сондықтан психика ол сіздің түпкі санаңыздың ішіндегі нәрсе. Түпкі сана ол сіздің үйіңіз. Психика жүгіре ма, балаша қуана ма да, біздер баланың мәзіне, қуанышына толы бастағанда бір жақсылық болады деп мындай сезіп тұрамын, бірден болады деп. Сондықтан кейбір нәрселерді де біз психика сөйлеген кезде, мамаң тұр ма қасында, айтып таста, бүйтіп таста деген кезде біздер көбінесе оны басқаша жөреміз. Мына кісіге айтып таста деген сигнал келіп тұр, значит айтып тастау керек деп аузымызға келгендерді айтып тастап, кейін өкінішке түсіп жатамыз. Сондықтан проект жасау кез келген жерде бар проект. Мына ерлі зайыптардың арасында да ұрыс керісін болып жатырғаны қыз балалардың, келіншектердің көбінесе анасының арасында түсінбеушіліктерден болған нәрселер екеуінің арасындағы. Сол нәрсені олар күйеулеріне барады да, түсінбейді ғой, анан істеп тұрған нәрсесі бәрі раздражать ете береді да. Шынымен де объективті причина, шынымен де менің күйеуім деймін, мына күйеуім ғой, мына нәрсені істеген жоқ, мына бүйтті, қалай сен нервің көтерілмей. Ол объективті причина, а субъективті причина сен ішкі жан дүниеңде. Сол ішкі жан дүниеңді жөндегенде ана күйеуің сен олай істемейді. Біздер көбінесе сыртқа объективтен жармас төбелесіп жатырмыз. Ақша жетпей жатыр, 10 жерде жұмыс жасаймыз, былай қараптан ана былайын деп жатыр деп өзімізді мықты қылып сүйрелейміз. Бірақ ең сонда бәрі шаршатады. Біз ойланбаймыз да, қаншама өзімізді бұл өмірде шаршатумен өмір сүріп жатқанымызды. Ал егер сендер ішкі субъективпен жұмыс жасайтын болсаңыздар, айналаңыздың бәрі өзгере бастайды. Мына көбінесе ажырасып кетіп жатырғандардың да сол кездерінен, то есть бала кезіндегі симбиозда, бала туылған кезде кіндік кеседі ғой да, то есть екеуіңіздің араңызда связь айырылды деген сөз. Көбінесе қыз балаларының аналарымен связь көпке дейін айырылмайды. Жоқтан ажырасып қайтадан ата-анасының қолына келіп тұратындар да бар. Себебі сериалның бір программа жасайды, анадан бөлек кетіп, анау бір нервіне тиетін сондай бір сценарий, түпкі саналық программа. Оны аңғаратын болса, ол әрине олай жасамайды, ол білмейтін солай жасайды. Мен сендерге бүгін психиканың қалай жұмыс жасау туралы сендерге ақпарат бердім. Өте түсінікті болды деп ойлаймын. Психика ол көзге көрінбейді. Көрінетін болса, жер бетінде ешқандай конфликт болмас еді, ұрыс керіс болмас еді, бізді көңілімізді қалдыртып ренжітетін адамдар болмас еді. Айтпақшы, сендерді де ренжітіп кетіп жатырған адамдар не үшін жақсылық жасады, мен ренжітіп кетіп жатыр. Себебі сіз жақсылық жасаған үшін сіз оның психикасында өте оның өміріндегі ең жақын адам рөлінде болдыңыздар. Сондықтан сол жақын анасы, әкесі, ағасы рөлінің біреуінде түпкі сана сол деп ойлады да. Сондықтан бұл кезінде маған ренжіткендерді істеп кет, айтып кет деп сендерді ренжітіп кетіп жатады. Сендердің еш кінәларың жоқ бұл жерде. Бұл жерде тек қана проекция ғана ойнады болды. Себебі ол білетін болса, сізге ондай қараптан қарап, сізге не күн туды соншама сізді ренжітетін, көңілді қалдыратын былай қарап тұрған кезде. Себебі түпкі сана өз рөлін атқарды. Түпкі сана ішінде айттым ғой да, психика бар деп. Сол психика мынау ғой деген сияқты да, сіз оған жақын бола берген сайын осындай болсын. Біздер терапиялық психологтер клиенттермен достық қарым-қатынас жұмыс жасамаймыз. Және біз өзіміздің жақындарын, бауырларымызға ешқандай психотерапия жүргізбейміз. Егер психотерапия жүргізетін болса, ол бізге бар ашуын, ызасын или біздің көңілімізді қалдыртатын сөздер, неме бірдеңелер айтуы мүмкін. Одан да оларға ана, жаңағы қыз, жар болып, тып-тыныш сүйкімді болып отырғанымыз жақсы. Сондықтан мына көбінесе психологқа келетін кезде барлық проблемалардың бәрі психологқа шыққан кезде ол сол жерде жөндеп шығарып береді деп айтқым келеді. Және жас қазіргі біздің психология факультетінде оқып жатырған көптеген психологтерге де айтқым келеді. Фрейд перенос пен контрперенос туралы міндетті түрде айтты. Кез келген мамандар өзінің переностарын сендерге жасауы мүмкін. Сондықтан орындарыңызды ауыстырып алмаңыздар. Бұндай жағдайлар өте көп болады, орындарын ауыстырып алады. Сондықтан мамандардың өздері де супервизия өтіп, өзінің ішкі жан дүниесіндегі блоктардың бәрін тазалап алу керек. Себебі клиенттердің айтқан сөздері оған тиіп кететіндей болмау керек. Және ол өзі туралы айтып жатқанын ұғынып, оған өзіне көмектесу керек. Бұл жерде әр сөзге ренжи бермей. Міне мен сендерге бүгін сол психика мен түпкі сананың айырмашылығы қандай туралы бүгін қысқа ақпарат бердім деп ойлаймын. Егер түсінікті болса, өз түсінгендеріңізбен бөлісіп кетіңіздер, жазып кетіңіздер деп айтқым келеді. Олай болса, барлықтарыңызға сау-саламатты болайық дегім келеді. Көп рахмет осы видеоны қарағандарыңызға.